Көп рахмет. Қазақстан КВН одағы атынан Жайдарман топ ойынына қолдау көрсеткен үшін Сана холдингіне өз алғысымызды білдіреміз. Жалғастырамыз. Төле би, Түркістан облысы. Құрметті қазақ алқасы, бізді финалға өткізіңіздер. Финалға өтсек уәде береміз. Ал уәдені әнмен жеткіземіз. Финалға өтсек болады жолдар қанша, әліпте шыға келеді, әншілер керек болса, жылқыда шыға береді, тойға керек болса, аспаннан қарға жауады, жолымыз аз боп жатса, финалға өткізіп ойынын ойнап жатса. Эверестті тастап жібер, соңғы рет қарап алды. Кеш жарғасаны! Бұл атаңа нәлет Жайдарманды ақшаң бар кезде ойнаған. Рахат екен. Кім не десе, о десін. Бүгінгі ойында хотя бы ақшаның күшімен финалға өтейікші. Өтейікші. Құрметті Жақан аға, кеше Инстаграмда көріп қалдым. Бір адамға 1 миллион подписчик жинап берсеңіз, сізге үй алып береді екен. Зачем ола қиналып, братан? Ертең сеніп қап, Құдай сақтасын, қадап кетсе, қайттан депрессияға түсіп қаласыз, братан. Одан да бізді өткізіңізші финалға, братан. Үйді өзіміз соғып береміз, братан. Менің өмірімде жігіттер 2 ұстаным бар. Ол су ішкен құдығыма түкірмеймін, түкірген құдығымнан су ішпеймін. Қарап отырсаңдар, міне қазылар алқасында Марат ағамыз отыр, жарқырап. Мен командаларға ренжулімін. Марат ағамыз талай жайдарманшының көзін ашқан. Көп командалар шығатты. Марат ағамызға сыйлық дейді, сыйлықтарын әкетіп қалады. Марат ағамыздың әйелі дейді, қыздар өздерімен кетіп қалады. Болмайды ғой. Марат аға, міне біздей алтын інілеріңіз сізге сыйлық алып келді. Сыйлық! Мәке, икісі көп размерін алдық. Сосын қарап тұрыз қой, анау этикеткісімен новый болып тұр. Болды, шынға береміз осыны сізге. Ойыннан кейін сұрамаймыз, киіп алсаңыз болады. Сосын анау киімді алып шыққан қыз бар ғой, ол да сізге, братан. Бүгін бір мәрттік жасайықшы біз. Онсыз да реквизит қыздардан шаршап кеткен шығарсыз. Болды, қалады осы. Ойын біткен екен, енді сізден сұрауы мүмкін. Неге даусын Төле би құрамасына бердің деп. Сол кезде ойланбай, қорықпай етіңіз. Төле бидің материалы жақсы, ұнады, кайфовать еттім деп айт. Олай болса, Эверестті бағындыруға келген таудың балдары жарғасы! Сонымен мектепте болған жағдай. Ал балалар тақырыпты жазамыз бүгінгі. Апай шығып кетсем бола ма? Шығып келе ғой. Шығам деген несі? Сонша ақшасын беріп адық, гонорарын беріп адық. Бергел. Командада көп сөйлемесем де айтыр. Ондай болса бар ма? Мұна атта ойнасын да қанса. Жоқ, серьезно айтам, наған бар ма? Біз Мәліктен көп гонорар бердік қой, ойнайды мынау. Ойнайды. Үйтетін болсанда кіші, понida ойнайды. Не болды мынау? Мектепте болған оқиға зоопарк болып кетті ғой. Давай, хабарласын, ойнаймыз бәріміз. Сонымен мектепте болған жағдай. Ал, ручкілеріңді алып жазыңдар. Сендер тұяқтарыңмен жазыңдар. Ал, бұл. Мұна қардың шоуында да қанса пайдалану керек осылай. Мынау шоу емес жігіттер. Шынымен қар жауып отыр. Мектептің крышасын жаппасақ болмайды.
ауданының әкімі Қасым Жомарт Тоқаев мырзамен қабылдауында. Неге жұмыс істемей жүрсіңдер? Не кедергі? Ренжімеңізші аға. Бір күшті ұрсам, а? Мына ұрысты естіп отыра беретін сияқтысың ғой, а? Не, аға негізі сіз қаталдау болу керексіз да? Сәл келтіре алмайсыз негізі. Давай мен президент болайын, сіз Төле би ауданының әкімі болыңыз. Жақсы. Бұл не деген масқара? Кішкентай ауданды сонша гүлдендіріп жібергеніңіз не? Кеше ауданды аралап шықтым, бір минус таппадым. Сізге ұрысудың өзі біртүрлі қорқынышты ше. Сіз өзіңіз президент бола беріңізші. Жалғастыра бер. Жалғастыра бер болғанда не айтам мен? Үйдегі президент қандай? Мен қуып кеттім ше. Президент мырза, неше тіл білесіз? Әзірше бір тіл білемін. Bir тіл? Ұят. Ұят өте. Аудан әкімдері біздің президентіміз тұлға сияқты 7 тілден білу керек. Сонда еліміз көркейеді. Тағы бір тіл білемін. Қандай тіл? Гвинея. Оны не қылмақсыз? Төле би ауданында гвинейше кіммен сөйлеспексіз? Не қажеті жоқ па не? Жоқ, қажет аға. Біздің ана тілімізден кейін екінші тіл гвиней тілі ғой. Болды, мен ертең тапсырма берем, бүкіл Төле би ауданы гвиней тілін үйреніп аламыз аға. Аға, мен сәл ыңғайсызданып отырмын. Одан да жүрсеңші настольный теннис ойнайық. Сол теннисіңді мен ойнай алмай. Әзілдеп жатсыз, түріңізге қарасам қатты ойнайтын сияқтысыз. Бауыржан Исаев аға емес бұны. Бұл кісіні кім шақырды? Мен ғой шақырған. Бұл аңманым ғой менің аңманым. Не айтып жатсың сен? Сен әке-шешең осылай тұрсын деп жіберді ма үйге? Бұл кісіні кім шақырды? Мен шақырдым. Бала күнгі аңманым ғой менің. Шындысың ба сен? Бауыржан Исаевпен бірге стол тұрғасы бала күнгі арманың ба сенің? Жоқ, үлкен сахнада ән айту аңманым да осы кісімен. Бұғай сен ән айтпақшысың ба? Бұғай сен сақаусың ғой, білесің ба оны өзің? Негіз байқалама өзіңе? Өз-өзіңді азаптай бересің сен үйтіп. Әнші болған нес? Сен лучше биші бол, күйші бол, болмаса аңшы бол сен. Бауырым, сен қоя тұр. Енді қазіргі жастар қандай талантты екен өзімде білем. Өзімде ұстазбын. Оданша екеуміз ән айтып көрейік. Жарай ма? Халық білетін аяулым дейтін әнім бар. Мен сол әнді бастайын, сен жалғастыр. Келістік қой? Келістік. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір-бірегім сені сүйген екенмін. Сені мәңгі аяғаумен өтермін. Ты что, по-французски поешь? Жоқ, аға енді жалғастырамыз ба? Жоқ, қоя сал, әнші болам дегенше аңшы боласашы. Рахмет достар. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен уәдесінде тұратын Төле би құрамасы және де жастарды қолдап жүретін Бауыржан Исаев ағамыз. Отызға келіп қалды жасты, әлі расты.